Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін біздің сіздермен өтетін тақырыбымыз жазу және жазба тіл, оның даму кезеңдері. Жалпы сабақтың мақсаты студенттерді жазудың даму тарихы, қалыптасу кезеңі жайлы ұғындырып, оның адам өміріндегі маңызы жайлы түсіндіруге үйрету. Жалпы тіл өзінің қатынас құралы болу қызметін ауызша түрде де, жазбаша түрде де атқара алады. Дыбыстық тіл жазу арқылы таңбаланады. Соның нәтижесінде оның қатынас құралы ретінде қолдану шеңбері кеңейеді. Яғни жазу дегеніміз адамдардың кеңістік пен уақытқа тәуелді болмай, өмірдің барлық саласында кең түрде қарым-қатынас жасауына мүмкіндік беретін бірден-бір құрал. Жазуды біз қалыптасу даму тарихы бойынша төртке бөлеміз. Ең біріншісі пиктографиялық жазу, екіншісі идеографиялық жазу, үшіншісі буын жазуы және ең соңғысы әріптік немесе дыбыстық жазу. Енді сіздермен осылардың әрқайсына жеке тоқталып өтсек. Пиктографиялық жазу бұл бізде жазудың ең алғашқы дамыған пайда болған түрі. Пиктографиялық жазу суретке негізделген жазу. Сондықтан оны кейде сурет жазу деп те атайды. Пиктографиялық жазудың таңбаларын пиктограммалар деп атаймыз. Пиктографиялық жазу өте жабайы жазу болды. Оның кең мазмұнды ойды түгелімен жазып жеткізуге мүмкіндігі болмады. Пиктографиялық жазудың тәсілін қазіргі күні де кездестіруге болады. Мысалы, көшеде жүрудің тәртібін аңғартатын әртүрлі белгілердің магазиндер мен шеберханалардың жарнамасындағы бас киімнің түрлерінің суреттері, сағаттың, тағы басқаларының суретінен пиктографиялық жазудың үлгісін байқауымызға болады. Келесі екіншісі ол бізде идеографиялық жазу. Идеографиялық жазу дегеніміз грекше идея, графо жазу дегенді білдіреді. Идеографиялық жазу пиктографиялық жазудан дамыған. Идеографиялық жазуда таңба суреттен алыстап, шартты сызықтарға айналған. Онда әр таңба бір сөз мәнін білдіреді. Мысалға, кәрілік дегенді таяққа сүйенген адамның суреті, салқын дегенді түтіктен аққан судың суретін білдірсе, күннің суреті ыстық, екі аяқтың суреті жүру мағынасын аңғартқан. Идеографиялық жазудың негізгі үш түрі бар. Ол бізде Мысыр жазулары, Ассира-Вавилон жазулары және де соңғысы Қытай иероглифтері. Сонымен қатар, идеограмма дами келе, дәл суреттің өзінен гөрі соған қатысты мәнді, яғни идеяны білдірген. Сөйтіп сурет таңба идеяға айналған. Бірақ идеограмманың дыбысқа қатысы жоқ. Ол суреттен өте алыстаған, барған сайын шартты сызықтарға айналған. Келесі үшінші жазудың түрі бұл буын жазуы. Жазудың буын жүйесінде таңба буынды белгілеген. Таңбалардың фонетикалық мағынасы жағынан буынды біз
үш түрге бөліп қарастырамыз. Ол ең бірінші түрі Ассира-Вавилон, Элам, Урарт, Сына жазулары, Майя жазуларына жатады. Яғни дара дауысты мен дауыссыздардың бірлігінен құралған. Келесі екінші жазу түрі бұл Крит, Микен, Кипр, Эфиопия және Жапон буын жазулары жатады. Яғни бір дауыстының қосындысын белгілейді. Ал үшінші түріне үнді жазуының әртүрлі жүйелері енген болатын. Келесі бізде жазудың түрі ол дыбыстық жазу. Тіл дыбыстарын, фонемаларды әріппен таңбалайтын жазу жүйесі. Сондықтан кейде оны әріп жазу деп те атайды. Әріп жазуы буын жазуынан кейін пайда болған. Яғни біздің заманымыздан бұрын 2000 жылдықтың екінші жартысында пайда болса консонантты дыбыстық түрі, ал вокалданған дыбыстық жазу біздің заманымыздан бірінші мыңжылдығының басында пайда болған болатын. Сонымен қатар ғалымдар осы ежелгі түркі жазуын 5-8 ғасырларда түп негізі арами жазуынан таралған соғды жазу негізінде пайда болды деп есептеген. Араб жазуы түркі тілінде сөйлейтін халықтарға ертеректе тараған болатын. Сондықтан оның түркі тілдерінде сөйлейтін халықтар өз тілдерінің дыбыстық ерекшеліктеріне ыңғайластырып өзгертіп, қосымша әріптер мен диакритикалық белгілер енгізген болатын. Яғни, бүгінгі біздің тақырыбымыздың негізгі мақсаты ол жазудың 4 түрімен танысу болып табылады. Яғни, ең біріншісі ол бізде пиктографиялық жазуы, екіншісі идеографиялық жазу, үшіншісі буын жазуы, және де төртіншісі әріптік немесе дыбыстық жазу. Назарларыңызға рахмет.